Әкемнің кенженісі көптен үйленбей, сүр бойдақ боп жүрген. Көн етіктіні менсінбей, көк етікті кездеспей, 30 жасқа дейін отбасын құрмаған ағамыз білде малдар ері. Сырт келбеті де көрікті, бойшаң жігіттен дәмелі ауыл қыздары кетер емес-ау. Бірақ ағамыз ешкімге көз қырында салмайды. Бұған ашуланған әжеміз ағамызға: көзіміз тірде үйлен, немеремізді көріп бір ескемей көз жұмамыз ба енді, деп ұрсып та алдап та айтатын. Болат ағамыз тек ыржиып бір күліп жүре беретін. Бұйырған күні әкелем келінді деп өз ісімен айналысып кететін. Ал атам бірде тіпті ыза болып: саған құрдасым Сәлімнің қызы Торғынды алып беремін. Сәлім де әйелі баршын ауылға сыйлы адамдар. Қызы Торғын өзі бір сыпайы, тәрбие көрген бала. Кездескенде елеп сәлем беріп тұрады. Таныс адаммен құда болған жақсы ғой, айтар әңгімең де, сөзің де жарасымды болады. Келесі аптаның демалыс күні үйіне барып, қыздың қолын сұраймыз деп кесіп айтқан. Болат ағам бұған екі қолын төбесіне қойып, қарсы екенін жеткізді. Әке, мен ол қызды сүймеймін ғой, қалай бірге өмір сүреміз деп үйден шығып кеткен. Атам қатты ашуланды. Осы күні сүйем, сүймеймін деген шығыпты. Енді шал болғанша жүремес үйкімі кетіп. Кемпір, ана ессіз ұлың айт, мен айттым болды, деп ыза болып ентігіп барып тоқтап еді. Мұндай жағдай осы отбасында күнделікті қайталанып, жиілеп кеткен. Содан ба, Болат ағам жұмысына ерте кетіп, кеш келеді. Бүгінде үйлену туралы тақырыпты қозғаған апам Гүлсім ұлына тамақ үстінде өз базынасын айтып үлгерді. Ұлым, махаббат сахабатыңды қой, жас емессің. Ертең өзің қатарлы қызда қалмайды. Әкең екеуміз де жүре бермеспіз. Мен әкеңе 18 жасымда тұрмысқа шықтым. Шүкір, балалы болдық. Немереміздің алдын көрдік. Әр нәрсе өз уақытымен. Ойлан дегенді. Әкем 4 ағайынды. Бәрі өз алдарына шаңырақ құрып, бір-бір үй болып отыр. Тек осы Болат ағамның ғана жол ашылмай тұрғаны. Жалпы ағам ұзын бойлы, келбетті, көп сөзі жоқ, өз ісіне тындырымды жан. Ауылға беделі де бар. Бірде ол: әке, Сәлім ағаның қызын ал дегенді қойшы. Әйел деген зат емес қой, магазиннен сатып алғандай ала салатын. Мені ойланбайды дейсіңдер ме? Бұйырған күні тура биыл бір шүйке басты алып келемін. Енді менің мазамды ала бермеңдер, деп жатын бөлмесіне кіріп кеткен. Ыза болған әкесі: о әкеңнің аузын, от қайдаса боққа қашқан немене, деп бір сыбап алған. Ал апам Гүлсім шалына жапақ-жапақ қарап үні өшкен. Бірде Болат жұмыстан өте көңілді келді. Бірнеше жас мамандарды білім көтеруге, 2 айлық оқуға жібермекші екен. Ішінде Болат та бар. Сонымен ол Талдықорғанға оқуға кетіп, кемпір мен шал үнсіз шайларын ішіп, күбір-сыбырмен жүріп жатқан. Ұлдар анда-санда хабарын айтып сөйлесіп қояды. Қалаға келіп өздеріне берілген жатақханадан орын алып, алаңсыз оқуына да кірісіп кетті. Қасындағы жігіттер де әр жақтан келген, өзі секілді жас мамандар. Көбіне демалыс күндері бастары қосылып, қаланы аралап, дүкен базардың бәрін көріп, бала шағаларына сәлем сауқат алып мәз болып жатқаны. Отбасылармен сөйлесіп, әйтеуір шұрқырасып қалады. Бірде жігіттер мәдени демалыс болсын деп театрға барған. Руханида азық керек-ау адам баласына. Сол театрда ол бір әдемі қызды көріп, аузы ашылып қалмасы бар ма? Тегі әйел адамның сұлулығына жетер не бар екен өмірде? Бейтаныс қыздың арқасындағы бұрым ырғала тура бұлардың қасына жайғасқаны. Қарақаттай көздері мен кірпігі, сұлу мүсіні тура бір атақты суретшінің картинасындағы сұлу перизаттың өзі дерсің. Қызда өзінің сұлулығына масаттанғандай паң боп көрінді. Болат та тілін жұтып қойғандай мелшиіп отыр. Қол-аяғы өзіне бағынбайтындай ма? Қойылым біткенде көрермендер ду қол шапалақтап, әртістерді сахнадан жібермей гүлге орап тастаған. Риза болған Болат алақанын аямай соғып, ерекше күйгенген. Бір кезде оның ойын жаңағы қасындағы сұлу қыздың: ағай, беріліп кетіпсіз ғой,
бұл тек қойылым емес пе деген күлкісі селт еткізіп есін жиған. Болат та сөзден жаңылмайды. Өмір деген театр. Адамдар сол театрдың актерлары деп қызға жымия қараған. Қойшы, сол күні ол Перизатты үйіне дейін шығарып салып көңілді қайтты. Міне іздеген Перизатымды таптым-ау әйтеуір деп өзіне риза болып әндетіп те қояды жігітің. Перизат жігітке телефон нөмірін беріп сыпайы қоштасты. Бақыт құшағында жүрген ағам уақыттың өткенін де білмей қалған. Енді бір аптадан соң ауылға қайтады. Бірақ оның махаббатынан еш алысқысы келмейді-ау. Қыздың отбасында әке-шешесі, 3 ағасы, жеңгелері бар екен. Жалпы ауқатты отбасынан шыққан қыз бұрын бір рет тұрмыста болған. 5 жасар ұлы да бар. Өзінің жеке пәтері, көлігі де бар. Қаладағы бір банкте қызмет жасайды. Ауылға барар жайы жоқ. Өмірі қалада туып өскен сұлу, ауыл десе төбе шашы түк тұрып жақтырмайды екен. Болат өзінің әке-шешесімен тұратынын, отбасын айтып сырттай таныстырып та қойды. Бұл махаббат сезімі адамның көзін байлап тастайды екен-ау. Әшейінде батыл сөйлейтін жігіт Перизаттың ығына жығыла берген. Қойшы, сонымен Болат ауылына қайтып, Перизатты айттыруға әке-шешесін, Мұрат ағасы мен Баян жеңгесін жіберген. Шынымен Перизат бір үйдің еркетотайы екен. Не айтса, сол заң көрінеді. Басында ауылдан келген құдаларын жақтыра қоймаған ағаларды ішіп алса батыр боп кетеді екен. Біз жалғыз қарындасымызды обидаға бермейміз. Біз де последнего тұрып береміз деп, тура солардың қарындастарынан басқа ешкім жоқтай секіріп кеткен. Сонымен той осы Талдықорғанда болатын болды. Үлкен басшы таныстар ауылға бара алмайды. Ұзату тойы, одан соң үйлену тойы осында болады деп тоқ етерін айтқан құдалар жағы. Жазған құлда жазық жоқ дегендей, атамдар бәріне келіскен. Әзер дегенде ұлдарын үйлендіріп отыр емес пе? Басында атам, мыналар бізді билеп төстеп не деп отыр ей? Бай болса өздеріне бай, айттым ғой деп бұрқылдап басылған. Малды сатамыз, ақшаға айналдырып, сонда өз ауылымыздағы құда-құрдас жекжат қайда қалады? Неге шақырмаймын деп шат-шәлекей болған. Апам болса, ақырын, әлгі ұлың естіп қоймасын. Осы күнді күттік емес пе? Туысқандарға ауылда той жасап береміз деп басу айтқан. Әбден ыза болған атам, өңшең сволочтар деп далаға шығып кеткен еді. Сонымен атамдар Талдықорғанға барып, бәрін атқарып ауылдарына келіп есін жинап отыр. Құда жағы мақтаншақ, тек байлықпен есептесетін жандар екені жанына қатты батты. Бұл да аянып қалмады. Малын сатып ақшаны аямай шашты. Сол ұл үшін. Ауыл аймаққа да той жасап берді. Ұят қой, жерге қарап отырмаған шығар. Апам екеуі есін әзер жиғандай. Болат Талдықорғанда қалған болатын. Осылай алаңсыз жүргенде ол, әке, анам екеуің менің қолыма келіп тұрасыңдар. Даяр отырыңдар. Бір қабат киім кешектеріңді ғана алыңдар деп сөйлескен. Атам, Талдықорғанда атамның басы бар ма? Бармаймын. Бұл жақтағы бала-шаға, немелерімді қалай тастап кетем деп біраз қыңырайған. Оған ұлы бола ма? Кемпір екеуін қаланың ортасындағы Перизаттың үйіне алып келген болатын. Міне содан бері 4-5 айдың жүзі болды. Кемпір мен шал көп қабатты үйде тұрып жатыр. Бұрынғыдай мал жайғау, ауылдастарымен амандық сұрап, қауқылдасу бүгінде бұларға арман болған. Тіпті құдасы Төлеген мен құдағиы Сара да әңгіме айтып қарқ қылмайды. Айтарлары сол ақша, шетелге қыдыру екен. Есік алдына шықса орысша сөйлеген балашаға кемпір шал. Енді қартайғанда орысша сөйлеп шүлдірлеу қалып еді. Ауылын сағынды олар. Ауылдың самал желі мен ауасы, көз көрген адамдары қандай еді. Келіні көбіне үйде болмайды. Жұмыс басты. Тамақ әзірлеп, кір жуып, үй жинап, ұлдары бел жазбайды-ау. Осылардың келіні сияқты тегі шайларын беріп, бәйек боп жүр. Бейшара баласы қайтсын. Бәрі келіншегі Перизаттың қамы ғой. Өткенде ол, әке, ана, пенсияларыңызды алып келейін, карточкаларыңызды беріңізші деп алып еді, енді пенсияны ұл алатын болды.
Ауылдағы ұлдары мен немерелері бізді сағынғанда сөйлесіп тұратын еді апатамыз. Ондайда екеуі, мына қала біздің қолымыз емес екен, ауылға қайтайық деп сыбырласып қояды. Өткенде келіні Перизат жұмыстан үйге келіп, «Болат, терезені ашшы, чем-то воняет» деп мұрнын шүйіре бұларға қарап, «Кәрі кісілерден осындай ащы запах шығып тұрады, противно» деп есік терезені айқара ашып желдетіп алған. Өз бөлмелерінде отырған апатамыз не дейді? Мына келінімізді көктетпейді, ауылға кетел кемпір деп ашуға булыққан еді атам. Қамауда отырмыз, бүйткен қаласының құлағын ұрайын деп әзер басылған еді. Иә, бұны апам да байқап қалған. Бұлар дәретханаға кірсе де, ваннаға шомылса да, келіні Перизат жақтырмай әлде бір нәрсесін пышылдатып жүреді әйтеуір. Бірақ бәріне осы Болат үшін шыдап келеді. Ал келінінің бүгінгісі тіпті шектен шықты енді. Кешкісін ауылдағы үлкен ұлының әйелімен сөйлесіп, «Қарағым, Анар, балам, біз бір-екі ай ауылға барып демаламыз. Үйдің ішін ақтап, тазалап қой, сендерді, балаларды сағындық» деген. Ұлы Болатқа автобусқа билет алғызып, ауылға тартып кеткен апам мен атам терезеден соққан самал желге терең тыныстап отыр. Тас қамал қаладан қашып шыққан екі қария туған жерге кетіп барады.